Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздермен жүзімнің құрамындағы пайдалы заттар туралы бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жүзімнің құрамындағы пайдалы заттар. Жүзімде көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегі мен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті ресвератрол антиоксиданты күштің қалыпқа келуіне көмектеседі. Ол Е дәруменінен де мықтырақ. Одан бөлек жүзімнің құрамында кальций, калий, магний, фосфор, сонымен қатар А, С және В6 дәрумендері бар. Жүзім қандай дерттерге дауа бола алады? Онкологиялық аурулардың алдын алады, жүрекке жақсы әсер етеді, тамырларды қатайтады, қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн, өйткені ол аспирин секілді қанды сұйылтып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасын алдын алады. Асқазан ішек жолдарының да жұмысын реттейді. Қант диабетін емдеуге де қолданылады. Астмасы бар адамдар үшін де өте пайдалы. Адам терісін балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдаланған дұрыс болып есептелінеді. Егер адам күн сайын бір стакан жүзім шырынын ішіп, бір үзім жүзім жесе, оған қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды. Сонымен қатар, жас жүзімнің тамырын 30 грамын 2 литр суға салып қайнатып, шашты жуса, қайызғақты кетіреді. Құйқа терісі тазарады, шаш жақсы өседі. Көктемде сабағын кесіп, шырынын бетке жағып, ондағы қара дақтар мен сепкілдерді кетіруге болады. Шырынын мол етіп жинап, күніне 3-4 рет бір шай қасықтан ішсе, бауырды жазады, оның күйіп сыздағанын басады. Ұзынша келген ақ жүзім бауыр, көк бауырды жазып, қан қысымын төмендетеді. Буынына суық дегенде қара жүзімді жиі жеген жөн екен. Және де жүзім қатерлі ісіктен қорғау қасиетіне ие. Құрметті оқырман, видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және де сіздер жүзімді үнемі қолданасыздар ма? Комментарияға жазып кетсеңіздер болады.